Баршаларыңызға қайырлы күн, есімім Камшат болады. Жалғасбай қызы боламын, көп балалы анамын. Негізгі мамандығым темір жолшы. Барлықтарымыз қазір заман өзгерді, әлем өзгерді, система өзгерді деп жатыр. Бұрынғыдай 8 сағатта ешкім жұмыс жасағысы келмейді. Барлығы өз алдына будильникке бағынбай, бастыққа бағынбай, не істегісі келеді, бизнес ашқысы келеді. Барлығы да көп адамдар бірдеме бастасам екен деп жүрген адамдар. Сондай адамдарға керемет орта. Адам баласының басына Алла тағала 3 рет бақ береді екен. Менің сабағыма қатысқандардың бәрі 5-ке біледі. Бірінші бақ мектеп табалдырығын аттағанда жақсы ұстазға тап болған, ол сенің бірінші бағың дейді. Екінші бағың ол сенің өмірлік жарыңа қосам дейді, ол сенің екінші бағың. Үшінші бағың өсетін, өнетін, өркендейтін, ортаға жіберем дейді. Ол сендердің үшінші бақтарың дейді. Сол себепті бақыттылар ортасына қош келдіңіздер. Сіздерге бармақтай бақ беріп тұр. Керемет өніміміз бар, көріп тұрсыздар. Тек сіздерге таудай талап керек қазір. Барлықтарыңыз қай статусқа шыққыларыңыз келеді, сол статус жөніндегі барлықтарыңызға түсіндіріп өтетін болам. Негізгі барлық айтады ғой. Барлық қазір осы жердегі адамдардың барлығына айтайыншы. Бір ой ойлап отырсыздар, барлықтан біреуіңізді кредит мазалайды, өйткені қазіргі барлығыңыздың басыңызда, мойныңызда кредит. Сол кредиттен арылатын мен сіздерге тема айтам. Ең жақсы тема менікі ау деймін болса. 125 миллион жайлы айтатын. Сол себепті кредитті ойламайық, здесь и сейчас болайық. Ол үшін бір жаттығу істеп жіберейік. Барлықтарымыз ұйықтап отқан сияқтымыз бар. Қолымызды алдыға созайық. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Алақанымызды жоғары көтерейік. 125 миллион түсіп жатыр. Ал. 125 миллион банктен алдыңыздар. Кім қайда жұмсап жатсыздар? Қайда? Осы жерде ма, мы осы жерде болды ма, 125 миллионды алдыңыздар ма? Керемет, я? Ол қай жерде бар, ол біздің Dandelion компаниясында бар. Сол жөнінде айтатын болам. Компания аты Dandelion. Бұл орысша аты одуванчик дейді. Білесіздер, одуванчикті үрлеген кезде қалай тарайды? Жеп, жеңіл барлық жерге тарайды. Қазақша аты бақ дейді. Жаңа ғана айтып кеткендей, бақ үстіне бақ қонсын. Қазақстандық компания. Сол себепті сіздерге бұндай бұрын соңды мүмкіндік болған жоқ. Сол себепті мүмкіндік бір-ақ рет беріледі дейді. Қыран құстай ұшатта кетеді дейді. Сол себепті сіздер қазір дәл уақытында келіп отырсыздар. Осы компания бар болған, міне қараңыздар. Санаулы адамға не істеп жатыр? Өзін-өзі көш бастап көрсете алып жатыр. Арттарыңызға қараңыздар. Президент деген статус бар, консул деген бар, директор деген статус бар, я? Сол себепті ол жерде неге барлық адам тұрған жоқ? Бұл жерде өзін-өзі көрсете алатын адам тұр, өзін-өзі оқытатын адам тұр, өзін-өзі дамытатын. Сол себепті сіздерге айтарым, мынаның барлығы сіздер үшін тек не істейсіздер? Сіздер аласыздар да, сізді кім шақырды? Бүгін кім шақырды сіздерді? Сол кісілерге рахмет айтыңыздар. Және де өздеріңізге рахмет айтыңыздар. Барлығымыз оң жақ иығымызды қағып қояйық. Рахмет, өздеріңізге рахмет айтыңыздар. Өздеріңіздің аяқтарыңызбен келдіңіздер, құлақтарыңыз естиді, көздеріңіз көріп тұр. Ең бақытты здесь и сейчас деген состояние дейсіздер, я? Сол себепті сол состояниеде болу керек біз адамдар, не істеу керек, жүрегін ашу керек. Басқа адамға да осы компания сіздерді айтады ғой, бір қазақта жақсы сөз бар. Әр қазағым бай болсын дейтін, қазағым қайда дейтін сол өлең бар, я? Сол себепті сол қазақтардың барлығы осы Dandelion компаниясында. Түсінікті ғой? Компания аты Dandelion. Қайда, бор қайда? Бұл жерде бір PV 500 теңгеге тең. 5 түрлі пакеті бар. Міне бір PV-ің 500 теңгеге тең. Компаниямыздың бір жылдығын кеше атап өттік. Қаншама 3500 адам Алматы аренаға жиналды. Ол неліктен қаншама адамның істеп жатыр, өмірлері өзгеріп жатыр, денсаулықтарын деп, табыс көзін өздеріне адам өздері ашып жатыр. 5 түрлі пакеті бар. Не істейді? Кіргеннен кейін 12% үкімет біздің әрбір партнеріміз бір өніміне алады. Мысалы, бір өнім алдыңыз ба, сіз не істейсіздер? 12% үкіметтің алдына налог төлейсіздер. Бұл жерде клиент пакеті 30 мың дейді, НДС мен 33.600 теңге. Партнер пакеті 60 мың теңге, 67.200 теңге. Мысалы, келдіңіз өзіңіз. Барлығымыз біз VIP пакет аламыз. VIP пакет дегеніміз ол бизнес партнер. 125 миллионды алу үшін бір рет қана сіздер 180 мың саласыздар, содан кейін салмайсыздар, я? Артымызға не істейміз? 2 адам айтамыз. Барлығымыздың жанымызда денсаулығы жоқ, табысы жоқ 2 адам бар. Барлығымызда бар ма сондай адамдар? Шақыра аламыз ба? Шақыра аламыз, я? Денсаулығы жоқ адамға не істейміз? Біздерде керемет өнім бар дейміз. Біздің магний водородымыз не істейді?
адамның, мысалға біз бәріміз неден тұрамыз? Клеткадан тұрамыз. Клетка не істейді? Тамақ ішіп, біздің свободный радикал деп атамыз. Содан кейін клеткамыз не істейді? Свободный радикалдан біздің виноград құсаған клеткамыз алады да мынандай айналады. Бұның ішінде не бар? Токсин, шлак бар, паразит бар, ауыр металл бар. Бұның ішінде барлығы бар. Зиянды заттың барлығы бар. Соның барлығы біз магний водород не істейді? Осының барлығын свободный радикалды жояды. Сонда регенерация дейді. Қайтадан клеткамыз не істейді? Қалыпқа келеді. Түсіндіңіздер, иә? Сонда біз не істейміз? Неге көмектесеміз? Клеткаға көмектеміз. Клеткамыз 180 ауруға күрескеннен кейін бұл ауру клеткамыз 180 ауруға өз тұра алады. Ол қандай аурулар? Инсульт, инфаркт, сахарный диабет, сустав, әйел адам, ер адам, балалардың аурулары. Соның барлығына клетка не істейді? Өзі тұра алады. Сол себепті барлықтарымыз бізде айтамыз магний водородты қалған өнімдеріміз толықтырады, восполнительный. Енді мына жерден денсаулығы жоқ адам айтқан кезде 201.600 теңгенің мына НДС-ін алып тастағандағы бағасы 180 мың теңге. 180-ді көбейтеміз нешеге? 20-ға. Көбейтейік 180-ді. Көбейтеміз 20%-ға. Рефералдық бонус дейді 20% дегеніміз. Адам шақырған кезде реферальный бонус төлейді сізге 20%. 180-ді 20-ға көбейткен кезде 36 мың. Әрі қарай сіздерге бинарный бонус төлейді. Мына жерден біз 36 мың алдық. Екінші адамыңыздан дәл солай табысы жоқ адам шақырамыз. Не істейміз? Бұл жерде не бар екенін айтамыз? 125 миллион бар екенін айтамыз. То же самое, екінші адамыңыздың компания несі төлейді? 36 мың теңге төлейді. 36 мың 36-ға қосқанда қанша болады? 72. Енді компания екеуі теңескен бойдан бізде система, бинарный система дейді. Бинар дегеніміз A, B, 2 деген сөзден шығады. Мына жерде 180-ді көбейтеміз. Енді 10-ға, 10%-ға көбейткен кезде қанша шығады? 18 мың теңге. Енді осыны қосамыз. 36 плюс 36 тең болады. Қанша болады? 18 мың теңге. 90 мың теңге. Сонда біз не істедік? 2 адам шақырдық. Бәріміздің жанымызда Жанар, Айнұр, Гүлнұр 2 адам бар. Осы 2 адамнан қанша мың алдық? 90 мың алдық. Енді не істейміз? Алған 90 мыңызды кімге айтамыз? Мына 2 адамға айтамыз. Сол кезде не істейді? Жанар сіздің неңізді көріп тұр? Результатыңызды көріп тұр. Ол екеуі мен де 90 мың алам деген кезде сіз менеджер боласыз. Ол қалай менеджер болдық? Әрбір біздің пакетіміз 360 балдан болады. 360 бал. Бізге береді бір өніміңіз 60 бал. Міне магний алдыңыз 60 бал. 2 өнім алдыңыз 120 бал. 3-еуін алдыңыз 180, 4-еуін алдыңыз 240. Ал 5-ші пакетті алғанда сізде 360 бал. 360, екіншісі де 360. Барлығын қосамыз. Қанша болады? Мына екеуі 2 адам алып келген кезде денсаулығы жоқ, табысы жоқ адам 2-еуін алып келеді, ол 2 жағынан. Сол кезде 360-тан бізде бинарный система бір ғана аяқты санайды. Сізде әрі қарай система басталады. 360 плюс 360 қанша болды? 1080. Компания деді, молодец. Сен 2 адамды не істеуге үйреттің? Табыс табуға үйреттім дейді. Сізге менеджер деген статусты береді. Менеджер статусында сіздер не аласыздар? 60 мың теңгеге 2 өнім аласыздар. Әрі қарай сіздің артыңыздағы келген адамға нәтиже көрсеттіңіз. Олар менеджер болып жатқан кезде сіз кім боласыз? Наставник боласыз. Сізге компания береді 90 мың теңге плюс 50 мың теңге ақшалай сыйақы береді. Ол артыңыздағы 2 адамға нәтиже көрсеттіңіз, менеджер болып. Олар наставник болам деген сіз кім боласыз? Мастер боласыздар. Ол 2 адамыңыз мастер болам деген кезде сіз кім боласыздар? Советник боласыздар. Бұл жерде iPhone 15 Pro Max алып жатыр, барлығы 600 мың теңге сыйақы береді. Әрі қарай сіздің артыңыздағы 2 адамыңыз советник болған кезде сіз кім боласыз? Директор боласыз. Сонда не болып жатыр бізде? Дубликация, копирование болып жатыр. Артыңыздағы 2 адам директор болған кезде сіз супер директор боласыздар. Қазір мен артымда шақырған 2 адамым, біреуі міне мына кісі отыр. Ол кісінің статусы директор. Ал екінші жағымда Забура деген мұғалім бар. Ол кісі регионда, ол кісі де директор болды. Алла қаласа мен супер директор статусына бір ғана шақ қалды. Сол себепті не істедім мен супер директор болған кезде Турцияға анамды, қызымды апарып саяхат жасатып келдім. Керемет, Керемет емес па? Кредитке емес, өздеріңіз қалталарыңызға сіздерге мен директор деп тұрған аты жөнім ана жақта жазылып тұр. Анам бұрын соңды айтатын еді, бейдейді маған мамам. Мына жерде 5 директор бардық сол жаққа. Не істеп жүрсің, қызым, таң атпай кетесің, кешкісін келесің, бірдеме тауып отырсың ба өзің? Не істеп жүрсің деп сөйлейтін маған. Анам болғасын үндей алмаймын. Я, мама, я деймін де қоямын. Содан бір күні айтады ғой. Кеше саяхатқа барамыз десем, жолдасым да сенбейтін. Ер адамдар көбіне сенбейсіздер ғой сіздер. Пессимист болып келесіздер, бейдейді.
тегін саяхат ол өтірік, аяқ барғасын рабствоға салып қояды сендерді дейді. Сол себеп не істедім, мен нәтиже көрсеттім. Барып саяхатқа анамды барып келдім. Анам сол жаққа барып, мен осы жерде директорлер, үлкен кісілер де барды. Рахмет айтып жатыр, қызым, сен темір жолда жұмыс жасағанда мені бүйтіп саяхатқа шығара алмайтын едің, иә? Ал мына жерге келіп, маған саяхатқа осы төбесін көкке жетіп жатыр. Осындай балаларының жетістікке жеткен. Сол себепті ата-аналарыңызды апарыңыздар, үйдегі балаларыңызды апарыңыздар. Айтады ғой, 5 балам бар, мен соларды бір рет шет мемлекетті дамыған мемлекет көрсетіп кел дейді. Одан да бір балаңа 100 рет айтқанша, сол сөз маған мықты істеді, өтті. Сол себепті мен 5 балама 500 рет айтқанша, мен ол балаларымды шет мемлекетке қыдыртып қайтайын деп сондай әрекет жасап жатырмын. Сол себепті армандарым осы Dandelion компаниясымен орындалып жатыр. Ата-анамды шетелге апарып алып жатырмын осы компанияның ақшасымен. Балаларымды шетел қыдыртып жатырмын. Сол себепті сіздер де жасаңыздар. Әр адам өзінің өмірінің суретшісі. Келгеннен кейін мен істедім, жолдасыма дәлелдедім. Бұл жерде саяхат компанияда ақша бар екен. Содан кейін ол кісі негізі дәрігер өзі. Не істеді, сол күні тіркелді де, артына осы жерге бүгін келмей қалды. Бір семейный парына қосты. Сол себепті ол кісі де бізге серіктес болып жатыр. Сол үшін мен де ол үшін қуаныштымын, өте керемет. Әрі қарай енді директорден кейін біздерде екі артыңызға, мына екі кісіңіз бар ғой, манағы Анар мен Жанар, екеуі директор болған кезде сіз кім боласыз? Супер директор боласыз. Алла қаласы 12 миллион 500 мың теңгені бізде алып атқан қаншама Ақтөбе қаласында 7 адам бар. Содан кейін ол кісілер, сіз автокөлік алғаннан кейін не істейді? Артыңыздағы екі адамыңыз автокөлік алғаннан кейін сіздер квартира аласыздар. Ол кісілер артыңыздағы екі адамға нәтиже көрсеттіңіз, екеуі квартира алып атқан кезде сіз 60 миллион аласыздар. Ол кісілер 60 миллион алып атқанда сіздер 125 миллион аласыздар. Керемет. Сол себепті қол соғыңыздар, осындай керемет компанияға келіп отырсыздар, осындай керемет ортаға келіп отырсыздар. Ары қарай біздерде матчинг бонус деген бар. Матчинг бонус дегеніміз чек от чекка деп айтады. Мысалға өзіңіз артыңызда шақырған екі адамыңыз 500 мыңын алатын болса, сіз солардың 10%-ын аласыздар, 50 мың теңге. Артыңыздағы екі адамыңыз, міне мысалға директор, супер директор болғанда ол кісілердің айлық табыстары миллионнан асады, сіз 10%-ы соның 100 мыңнан астам ақша аласыздар. Өте керемет ақша осы матчинг бонуста бұл жерде, өйткені не жоқ, шектеу жоқ бұл жерде. Бірінші, екінші, үшінші уровеньнен дейді. Бірінші уровень деген өзіңіз шақырған адам, сіз шақырған адам екінші уровень, ал ол кісілердің шақырған адам үшінші уровень болып саналады. Содан кейінгі бонус бізде 7 түрлі табыс көзі бар. Ары қарай дополнительно бинар со статусы мастер дейді. Сіз егерде мастер статусына шығып 9 мың PV жасаған кезде сізге 12 мың PV дейді. Ол қай жерде бізде? Мастер мен советниктің арасында 12 мың толған кезде сіз қайтадан 0,5% аласыздар. Бинардан негізі 10%, сонда 10,5% болады. Дәл осылай 50 мың PV дейді. 50 мың PV қай жерде бізде? Советник директордың ортасында 50 мың толған кезде сізге қайтадан 1% береді, сонда бинарыңыз 10 емес 11% болады, осылай сіздің бинарларыңыз қосыла береді. Сонда бірінші табыс көзі, рефералды бонус, екінші табыс көзі, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы дейді. Біздерде қазір президентіміз бар. Осы жерде президентіміздің баласы тұр. Қосақ қойыңыздар. Мына жерде қызы отыр. Сол себепті барлық не істейді бұл жерде компания керемет мүмкіндік, отбасыларыңызбен қосылып, осы жерде барлық беріп жатқан мүмкіндікті алуыңызға болады. Бұл жерде президент болған кезде сіздерге международный товарообороттан тағы бір табыс көзі, қазақша айтқанда пенсия төлейді. 1%. Әрі қарай сіздерге өзіңіздің алып жатқан табысыңыздан 10% депозитке түсіп отырады. Ол жерден де сіздер өздеріңіз тегін өнім ішесіздер. Дәл осындай міне керемет маркетинг бар. Бұрын соңды болмаған. Және де біздің маркетингіміздің ерекшелігін айтып жүремін, өйткені бұл жерде активация деген жоқ. Көп адам түсінбейтін шығар, үлкен кісілер активация дегенде, активация деген ай сайын ақша салу дейді. Бір 5 мың болсын, 10 мың болсын, көп компанияларда ай сайын ақша саласыздар. Егер сіз директор болатын болсаңыз, ол директорды подтверждение дейді, оны не істеу үшін ай сайын ақшаңызды тауып отқан табысыңызды салып отырасыз деген сөз. Бұл жерде ондай жоқ. Статустан не істемейсіздер. Жаңағыда айтып тұрған, белгілі бір супер директорге дейін статусыңызды подтверждение жасамайсыздар. Балдарыңыз күймейді. Мысалға менеджер болғанда 1000 PV дейді, наставник болғанда 3000 дейді. Бұл жерде 1000-ын жасап қойдыңыз, наставник болғанда 3000 жасамайсыздар, 1000-ы дайын тұр, 2000 ғана жасайсыздар. Мастер болғанда 3000-ы дайын тұр, 9000 жасамайсыздар, сонда қанша жасайды екенсіздер? 6000. Дәл осылай міне советник болғанда 9000-ыңыз дайын тұр, 21-ін жасай қоясыздар. Және де максимальны бір ғана 201 600 теңге саласыздар. Бар болғаны осылай. Сол себепті қош келдіңіздер. Рахмет баршаңызға.